Қасас сүресі туралы хадистер мен түсіндірмелер. Сағид ибн Жубайр былай дейді: Ибн Аббастан, Әзірет Мұса екі мерзімнен қайсысын өтеді деп сұрадым. Ол маған былай жауап берді: ол көп әрі ең жақсы болғанын өтеді, тамамдады. Алланың елшісі айтқанын орындайды. Түсіндірме. Осы риуаяттың Бұхаридегі нұсқасында былай: бұл сұрақты хиралық бір яхуди Саид ибн Жубайр қояды. Ол жауап бере алмайды. Меккеге барып Ибн Аббастан сұрайды. Бұл жерде сұралған екі мерзім мына аятта ишарат етілген мерзім. Содан әкелері Мұсаға: сені мына екі қызымның біреуіне қосқым келеді. Соның қарымы ретінде қолымда 8 жыл жұмыс істейсің. Егер 10 жылға толтырамын десең, оның бізге жасаған жақсылығың болады. Саған ауыртпалық артқым келмейді. Алла қаласа, менің ешкімге қиянаты жоқ, ізгі жан екенімді әлі-ақ көресің деді. Мұса оған: мақұл. Екеуміздің арамыздағы келісім осы болсын. Аталған екі мерзімнің қайсы бірін өтесем де, маған одан артық талап қойылмаса, әрі кінә тағылмаса керек. Байласқан сөзімізге бір Алла куә әрі кепіл, деді. Ибн Аббастың жауабы өзінің жеке пікірі, яғни мауқуф хадис секілді. Алайда айтқан мәселесі иштихадқа, жеке ой пікірге қатысты мәселе емес. Бұл жағдайда екі ықтимал бар. Бір Алла елшісінен естіген сөзі. Екі әхіл кітаптан естіген бір риуаятқа сүйенген. Осыған қатысты ғалымдар былай деген: Ибн Аббастың осындай және осыған ұқсас сөздері үкім жағынан марфуқа жатады, яғни Алла елшісінің аузынан естіген болу ықтималы басым. Өйткені Ибн Аббас әхіл кітаптың риуаяттарына сенбеген, Исраилиятқа жол бермеген, оған сүйенбеген. Басқа кісілерді осы мәселеде ескерткен. Осыған қатысты сенімді риуаяттар Бұхари мен басқа кітаптарда бар. Сонымен бірге бұл жауаптың марфу, яғни Алла елшісінің аузынан шыққанын растайтын риуая Табаранидың Мужамул аусатында кездеседі. Ол жерде бұл мәселені Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Жәбірейілден сұрап, жауабын алған. Осы риуаятта ең көп сөзінің орнына ең толық болғанын 10 жылды тамамдады делінген. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм айтты ма жасайтын сөздеріндегі Расул сөзімен қандай да бір пайғамбар мақсат етілмеген, жалпылама айтылған, яғни оны былай түсінген жөн: Алланың қандай да бір елшісі сөз берді ме жасайтын сөзінде тұрама, тұрмай ма деп күмән келтіруге болмайды. Басқа да кейбір риуаяттарда айтылған қосымшаларға қарағанда, Саид ибн Жубайр осы жауапты сұрақ сұраған Яхудиге жеткізген кезде, ол: досыңыз шынымен ғалым екен деген. Әбу Хурайра: уа, Мұхаммед, сен көңіліңе жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың, Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салады аятына қатысты мынаны айтқан. Осы аят Расулалланың көкесі Әбу Талиптен исламды қабылдауын қайта-қайта сұрауына байланысты түскен. Түсіндірме. Осы аяттың ардақты пайғамбарымыздың көкесіне қатысты түскендігін тәпсіршілер бір ауыздан растаған. Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәләм көкесі Әбу Талипті қатты жақсы көретін. Себебі Әбу Талиб Алла елшісін сонау атасы Абдул-Мутталиб қайтыс болған күннен бастап қамқорына алған еді. Яғни 8 жасында жетім болып қалғанда көкесінің қамқорлығында болады. Көкесін жандай жақсы көруіне оның осы қамқорлығы жеткілікті себеп болған. Алайда оның ең үлкен қамқорлығы өзіне пайғамбарлық келгеннен кейін басталды. Әбу Талиб Құрайштың алдыңғы қатарлы абыройлы тұлғаларының бірі болатын, сондықтан Меккеде барлығы оған құрмет көрсететін. Оның аңызға айналған асқақ абыройына сый құрмет ретінде мүшриктер Алла елшісінің пайғамбарлық әрекеттерін жақтырмаса да артық сөз айтпайтын. Қатты ашуланған сәттерінде Әбу Талибке барып шағымданатын. Мүшриктер қорғаушысы жоқ алғашқы мұсылмандарды әбден азаптап, оларға зорлық-зомбылық көрсетіп жатқанда, Алла елшісі саллаллаху ғалейхи уә сәлләм Әбу Талибтің қорғауымен бұл кезеңді жеңіл өткізді. Меккелік мүшриктер Алла елшісін өздеріне бергенге дейін жалғастырмақ болып бойкот шешімін қабылдаған. Міне сол шешімге Әбу Талибтің бойсұнбай қарсы тұруы нағыз мәрттіктің мысалы еді, һәм Расулалланың шынайы сүйіспеншілігінің бір себепкері болды. Басқа ешбір нәрсе болмаса да осы ісінің өзі жақсы көруіне жеткілікті болар еді. 3 жылға созылған сауда-саттық, үйлену, сөйлесу, алыс-беріс секілді түрлі қарым-қатынастарға тыйым салған осы бойкот Алла елшісінің жақындарына орасан зор қиындықтар туғызды. Мысалы, басқа түскен жоқшылықтың қинағаны сонша адамдар жолдан тауып алған терінің қиындыларын қайнатып жейтін жағдайға жеткен еді.
Міне, Алла елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, өзіне қамқор болған осы көкесі мұсылман болса ғой деп тіледі. Алайда ол исламға бет бұрмады. Демек, оның қамқорлығы діни тұрғыдан емес туыстық жақындықтан туындаған еді. Өмірінің соңғы сәттерінде сырқаттанып төсек тартып жатып қалды. Алла елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, оның қасынан шықпай, оңтайлы сәттерді қалт жібермей, көкетайым, лә иләха иллаллах деші, мен саған қиямет күні куәгер болайын деп, қайта-қайта өтінумен болды. Алайда Әбу Талибтің жанындағы Әбу Жахил мен Абдулла ибн Әбу Умайя, Әбу Талиб, Абдул-Мутталибтің діннен шыққың келеме? Деп сөзге араласып, оның намысына тиіп отырды. Әбу Талиб, Құрайштықтар мені айыптап, Әбу Талиб бұған қорыққаннан келісті, демесе, сенің қалауыңды орындар едім деді. Алайда иман келтірмеді, өйткені ақтық демінде оның Абдул-Мутталибтің дінде екенін айтып жан тапсырғаны жайлы сахих риуаяттар бар. Алла елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, оның осы әрекетіне қатты қайғырып, былай деген, біліп қой, уаллахи, тыйым салынғанға дейін сенің құтылуың үшін Алладан сен үшін кешірім сұрауды тоқтатпаймын. Расулалланың осы сөзіне байланысты Алла тағала, сен көңіліңе жаққан әр адамды тура жолға сала алмайсың, Алла ғана қалаған пендесін тура жолға салат деген аятты түсірді. Басқа риуаятта Алла елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, көкесіне былай деген, көкетайым. Шындығында менен ең көп алашағы бар адам сенсің. Мен ең көп сенен жақсылық көрдім. Сенің мендегі ақың әкемдікінен де көп. Олай болса, бірақ сөз айтшы, қиямет күнде сол сөзің үшін саған шапағат жететін болайын. Ибн Аббас, Мұхаммед, саған Құранды оқуды, басшылыққа алуды, һәм адамзатқа жеткізуді парыз қылған Алла. Сені қайтар жеріне сөзсіз, айқын жеңіспен қайтарады. Деген аятта айтылған қайтар жердің Мекке екенін айтады. Түсіндірме. Осы аят хижрет кезінде түскен. Ибн Касирдің айтуынша, Алла елшісі, саллаллаху алейхи уә сәлләм, Меккені тастап шығып, Меккеге 4 шақырымдық қашықтықта орналасқан Әл-Жуфа деген жерге келгенде, өзінің туған жері Меккеден айырылғанына қимастық сезімінің әсерінде қалып, көңіл күйі түседі. Әлемдердің жаратушысы өзінің сүйікті құлын жұбату үшін осы аятты түсіреді. Аятта Расулалланың Меккеге қайтадан оралатыны сүйіншіленген. Айта кетейік, Абдулла ибн Сәбә атты яһуди қайтар жер жайлы Мысыр халқының арасына жаңса хабар таратып жүріп, осы аятты да қате жеткізген. Аятта ардақты пайғамбардың қайтадан жіберілетіндігі айтылғанына қарағанда ол қайта оралуға Әзірет Исадан да лайықты деген. Осыған сенгендер болған, тіпті Мысырда Алла елшісінің қайтадан жер бетіне түсетіндігі жайлы пікір жайылады. Міне Ибн Аббас осындағы қайтар жер деп Мекке ашылғаннан кейін қайтадан кері қайтатынын айтқан. Яғни, Алла тағала ардақты пайғамбарына Меккеден шыққан күні ақ көп ұзамай қайтадан Меккеге кері қайтатынын хабар беріп, қимастықтан туындаған қайғы мұңын жеңілдетеді. Ибн Аббас аятқа қатысты басқа да жорамалдарды риуаят еткен. Мысалы, Табаридің басқа нұсқасында қайтар жер ретінде Мекке емес жаннат айтылады. Басқа риуаятта өлім, басқа біреуінде қиямет күні сені қайта тірілтеді деген жорамалдар айтылады. Хасан Басри, Зухри, Әбу Сағид аяттағы қайтар жердің қиямет күні және ахирет екенін айтқан.